Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Көктемнің басы еді. Ауылдың үстінен соққан салқын жел әлде қыстың иісін алып жүргендей. Таңертеңгі күн жаңа ғана көтеріліп келе жатқан. Ауыл көшелері әдеттегідей тыныш. Тек анда-санда иттердің үргені мен тауықтардың қыт-қыттағаны ғана естіледі. Айдана үйінің ауласында жалғыз тұрды. Қолында ауыр қап, ішінде көмір. Қыс біткенімен кешке үй әлі салқын тартады. Сондықтан пешті анда-санда жағып қою керек. Күйеуі Ержан 3 ай бұрын вахтаға кеткен. Батыс жақтағы мұнай компаниясында жұмыс істейді. 1-2 айда келем деген, бірақ ол жақтағы жұмыс созылып кеткен сияқты. Соңғы кезде телефонға да сирек хабарласады. Айдана күрсініп қойды. Бәрін өзім істейтін болдым ғой, деп күбірледі. Ол қапты көтермек болып еді, орнынан қозғала қоймады. Тағы бір рет күш салды, бірақ ауыр. Белі шым ете қалды. Сол кезде сырт жақтан ер адамның дауысы естілді. Қызым, көмектесейін бе? Айдана жалт қарады. Қақпаның жанында көршісі Нұрлан аға тұр екен. Жасы 50-лердің соңында, бойы ұзын, шашы ағара бастаған. Ауылда көптен бері тұратын адам. Мінезі сабырлы, көп сөйлемейтін. Жоқ аға, өзім, деді Айдана сәл қысылып. Әрине өзің істейсің, бірақ беліңді ауыртып не керек? Деп күлімсіреп қақпадан кірді. Ол бір қолмен қапты оңай көтеріп алды. Айдана таңырқап қарап қалды. Пеш қай жақта? Анау, сарайдың ішінде. Нұрлан аға қапты апарып пештің жанына қойды. Қолын қағып сыртқа шықты. Міне, бітті. Рахмет сізге, деді Айдана. Рахмет айтпа, көршіміз ғой. Айдана басын изеді. Осы кезде ауладан 2 бала жүгіріп шықты. Мама! Деп айқайлады кішкентай қызы. Сабаққа дайынсыңдар ма? Деп сұрады Айдана. Иә, Нұрлан аға балаларға қарап жымиып қойды. Әкелер келмеді ме әлі? Жоқ, жұмыста. Қиын екен, жалғыз бәрін үлгеру. Айдана ештеңе демеді, тек иығын көтеріп қойды. Шынында да қиын еді. Ержан кеткеннен бері үйдегі барлық жұмыс соның мойнында. Балалардың сабағы, тамақ, үй шаруасы. Кейде шаршап кетеді, бірақ ешкімге айтпайды. Егер бірдеңе керек болса айта бер, мен үйдемін көбіне, деді Нұрлан аға. Жарайды, ол кетейін деп бұрылды. Аға, Нұрлан аға тоқтап қарады. Рахмет, ештеңе етпейді. Ол күлімсіреп шығып кетті. Айдана біраз уақыт қақпа жаққа қарап тұрды. Кешке қарай аспан бұлттанып кетті. Жел күшейіп, ауылдың үстіне қараңғы ерте түсті. Айдана балаларға тамақ беріп болған соң ас үйде отырды. Телефонын қолын алды. Ержанға жазды. Қалайсың? Жауап жоқ. 1 сағат өтті. Тағы жазды. Балалар сені сағынды. Тағы жауап болмады. Айдана телефонды үстелге қойды. Жұмыстан қолы тимей жүрген шығар, деп өзін жұбатты. Сол кезде жарық бір жыбылықтап сөніп қалды. Ойбай, үй қараңғы болып кетті. Балалар бөлмеден айқайлады. Мама! Қорықпаңдар. Айдана шам іздеп жүріп сыртқа шықты. Көшеде де жарық жоқ. Трансформатор тағы өшкен бе? Ол не істерін білмей тұрғанда көрші үйдің қақпасы ашылды. Айдана! Нұрлан ағаның дауысы. Жарық кетті ме? Иә, күте тұр. Бірнеше минуттан кейін ол қолында фонарикпен келді. Үйіңе қарайық. Екеуі үйге кірді. Нұрлан аға қалқанды ашып қарап шықты. Сақтандырғыш күйіп кеткен. Оны қалай ауыстырады? Қазір. Ол қалтасынан кішкентай құрал шығарып бірдеңелерді бұрап жатты. Бір сәттен кейін жарық қайта жанды. Балалар қуанып кетті. Жарық келді! Айдана да жеңіл дем алды. Аға, тағы да рахмет. Рахметті көп айтасың екен. Ол күліп қойды. Ас үйдің үстінде жаңа демделген шай тұр еді. Нұрлан аға кетейін деп тұрған. Айдана ойланып қалды да. Аға, шай ішіп кетесіз бе? Ол сәл тоқтады. Кедергі болмайын ба? Жоқ. Екеуі үстелге отырды. Сыртта жел гуілдеп тұр.
Үйдің ішінде жылы жарық. Алғашында үнсіз отырды. Сосын Нұрлан аға сұрады. Ержан қанша уақытқа кеткен? Білмеймін, жұмыстары созылып жатыр. Қиын екен. Айдана басын изеді. Кейде үй тым-тыныш болып кетеді, деді ол жай ғана. Нұрлан аға оған бір сәт қарап отырды. Жалғыздық оңай емес. Айдана бұл сөзге жауап бере алмады. Сол кеште олар ұзақ сөйлесті. Өмір туралы, ауыл туралы, балалар туралы. Уақыттың қалай өткенін байқамай қалды. Түн ортасы болып кеткенде Нұрлан аға орнынан тұрды. Мен кетейін. Айдана оны есікке дейін шығарып салды. Қақпаның жанында ол бұрылып. Бірдеңе керек болса, тартынба, айта бер, деді. Жарайды. Ол кетіп қалды. Айдана аулада біраз тұрды. Жел баяу соғып тұр. Үйге кіріп бара жатып ол ойланды. Бүгінгі кеш әдеттегіден өзгеше өтті. Ал бұл тек бастамас екенін. Айдана ол кезде әлі білмейтін. Сол кештен кейін Айдананың өмірі бұрынғыдай жалғаса берді. Таңертең балаларды мектепке дайындайды, үй жинайды, тамақ пісіреді. Ауылдағы күндер бір-біріне ұқсас өтеді. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Енді кейде ол аулаға шыққанда көрші үйдің жағына еріксіз көз тастайтын болды. Нұрлан ағаның үйі дәл қасында. Қоршаудың ар жағында ғана. Бұрын ол үйге мән бермейтін. Қарапайым көрші ретінде ғана білетін. Ал қазір бірдеңе өзгергендей. Бір апта өтті. Күн жылынып, көктемнің иісі сезіле бастады. Ауыл көшелері батпақ. Балалар мектептен келгенде аяқтары лай болып келеді. Сол күні түсте Айдана кір жуып жатқан. Аулада жіпке киім іліп тұрғанда сырттан дауыс шықты. Айдана! Ол басын көтерді. Қоршаудың ар жағында Нұрлан аға тұр. Я аға? Су құбырын дұрыс ағып тұр ма? Білмеймін, не болды? Біздің жақта қысым азайып кетті. Мүмкін ортақ құбырда мәселе бар. Айдана иығын көтерді. Мен қарамадым. Көрейін бе? Жарайды. Нұрлан аға аулаға кіріп, су кранын тексеріп көрді. Бірнеше минут бірдеңелерді қарап тұрды. Я, қысым аз екен. Қауіпті емес пе? Жоқ, жай ғана құбырды тазалау керек. Ол еңкейіп жұмыс істеп жатқанда Айдана байқап тұрды. Жасы 58-де болса да қимылы ширақ. Иығы кең. Қолдары да әлі күшті. Бір сәтке Айдана ойланып қалды. Ержан да бұрын осылай көмектесетін. Осы ой келгенде жүрегі сәл шым ете қалды. Жарты сағаттан кейін су қайтадан жақсаға бастады. Міне, болды. Рахмет сізге. Тағы рахмет. Айдана күліп жіберді. Неге күлесің? Сіз әр келген сайын бір жұмыс істеп кетесіз. Көрші болғасын солай ғой. Ол кетейін деп еді. Айдана тағы да тоқтатты. Аға. Я? Шай ішіп кетіңіз. Нұрлан аға сәл ойланып қалды. Уақытымды алмаймын ба? Жоқ. Екеуі тағы да ас үйге кірді. Балалар мектепте. Үй тыныш. Айдана шай құйып берді. Жалғыз отыру жалықтырмай ма? Деп сұрады Нұрлан аға. Айдана күрсінді. Кейде жалықтырады. Ержан жиі хабарласа ма? Соңғы кезде жоқ. Жұмыс қой. Иә. Бірақ Айдананың даусынан мұң сезілді. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын Нұрлан аға баяу сөйледі. Мен де бір кезде осылай жалғыз қалғанмын. Айдана таңырқап қарады. Қалай? Әйелім 7 жыл бұрын қайтыс болды. Айдана үндемей қалды. Содан бері үй бос. Ол шайын жайлап ішіп отырды. Балаларыңыз бар ма? Бір ұл бар, қалада тұрады, сирек келеді. Айдана басын изеді. Екеуі бір-бірінің жалғыздығын түсінгендей болды. Кешке қарай балалар үйге келді. Нұрлан аға кетіп қалды. Айдана кешкі ас дайындап жүріп, тағы да телефонды қарады. Ержаннан хабар жоқ. Ол қайтадан жазды. Қалайсың? Біраз уақыттан кейін жауап келді. Жақсы, жұмыс көп. Айдана тағы жазды. Қашан келесің? Жауап біраздан кейін келді. Әлі белгісіз. Бар болғаны осы. Айдана телефонды жайлап үстелге қойды. Ішінде бір түрлі бос сезім пайда болды. Сол кезде есіне күндізгі әңгіме түсті. Нұрлан ағаның сабырлы дауысы, оның әңгімелері, үйдегі тыныштықты бөліскендей болғаны. Айдана өзін бір түрлі сезінді. Не ойлап отырмын мен, деп сыбырлады. Келесі күні кешке тағы бір жағдай болды. Айдана дүкеннен қайтып келе жатқан, қолында ауыр пакет. Аулаға кіргенде Нұрлан аға қайтадан кездесті. Тағы ауыр зат көтеріп жүрсің бе? Дүкеннен келдің.
Ол пакетке қарап басын шайқады. Бер. Жоқ, өзің. Қызым, сен әлі де үйренбепсің. Ол пакетті алып үйге кіргізіп берді. Айдана күліп қойды. Сіз болмасаңыз қиын болар еді. Нұрлан аға бір сәт үнсіз қалды. Сосын жай ғана айтты. Кейде біреудің жанында болған жақсы ғой. Бұл сөз Айдананың жүрегіне біртүрлі әсер етті. Ол жауап бере алмады. Сол түні Айдана ұзақ ұйықтай алмады. Терезеден көрші үйдің жарығы көрініп тұрды. Ал оның ойында бір ғана сұрақ айналып жүрді. Неге ол адаммен сөйлесу маған жеңіл болып кетті? Айдана әлі түсінбеді. Көктем күн сайын жылып келе жатты. Ауылдың айналасындағы қар еріп, жер лайсаң болып кеткен. Таңертеңгі ауада дымқыл топырақтың иісі сезіледі. Айдана әдеттегідей таңертең ерте тұрды. Балаларды мектепке дайындап шығарып салды. Қақпаны жауып тұрып, көшенің бойына қарап біраз тұрды. Ауыл тыныш. Бірақ оның ішінде бір түрлі мазасыздық бар еді. Соңғы күндері Нұрлан аға жиі кездесетін болды. Кейде ауылда, кейде дүкен жақта. Әңгімелерде көбейіп кеткен. Бұрын мұндай емес еді. Айдана осыны өзі де байқап жүр. Артық ойлама, деді өзіне. Сосын үйге кіріп кетті. Түске жақын күн ашылып, ауа жылды. Айдана ауылда гүл егетін жерді қопсытып жатқан. Сол кезде көрші жақтан Нұрлан ағаның дауысы шықты. Айдана! Ол басын көтерді. Я аға? Бақшаға көшет отырғызып жатырмын. Көмектесіп жібересің бе? Айдана бір сәт ойланып қалды. Қазір барам. Ол қолын жуып, көрші аулаға кірді. Нұрлан ағаның бақшасы үлкен екен. Жер жыртылып, бірнеше қатар дайын тұр. Мына жерге отырғызамыз, деді ол. Екеуі бірге жұмыс істей бастады. Бірі жер қазады, бірі көшет отырғызады. Жұмыс істеп жүріп, әңгіме де айтылады. Ауылда бұрыннан тұрасың ба? Деп сұрады Нұрлан аға. Жоқ, күйеуге шыққалы көшіп өлдім. Қанша жыл болды? 7 жыл. Уақыт тез өтеді ғой. Айдана басын изеді. Күн көтеріліп, ауа одан сайын жылды. Бір сағаттай жұмыс істегеннен кейін Нұрлан аға орнынан тұрды. Жарайды, болды. Көп көмектестің. Айдана қолындағы топырақты қағып қойды. Ештен кетпейді. Шай ішіп кет. Айдана сәл тосылып қалды. Бір сәт ойланып тұрды. Жарайды, аздап қана. Нұрлан ағаның үйі қарапайым, бірақ таза. Қабырғада ескі суреттер ілулі тұр. Біреуінде жас кезіндегі өзі мен әйелі. Айдана соған қарап қалды. Бұл әйеліміз бе? Нұрлан аға басын изеді. Иә, әдемі кісі екен. Иә, жақсы адам еді. Даусы бір түрлі бәсең шықты. Айдана үндемеді. Екеуі ас үйде шай ішіп отырды. Сыртта құстардың даусы естіледі. Үй іші тыныш. Бір кезде Нұрлан аға сұрады. Ержан келетін уақыты жақындады ма? Білмеймін, нақты айтпай жүр. Сағынған шығарсың. Айдана күлімсірегендей болды. Әрине. Бірақ оның көзінде басқа бір сезім байқалды. Нұрлан аға оны байқап отырды. Кейде адам жалғыз қалғанда көп нәрсені ойлайды, деді ол баяу. Айдана шайға қарап үнсіз қалды. Шынында да соңғы кезде ол көп ойлайтын болды. Өмір туралы, өзі туралы, жалғыздық туралы. Бір сағаттай отырғаннан кейін Айдана орнынан тұрды. Мен кетейін, балалар келеді қазір. Жарайды. Ол есікке дейін шығарып салды. Айдана аулаға шығып бара жатқанда көрші үйдің қақпасының жанында бір әйел тұрғанын байқап қалды. Бұл ауылдағы сөзшең көршілердің бірі, Күләш апай еді. Ол біртүрлі қарап тұр. Айдана сәл қысылып кетті. Сәлеметсіз бе? Деді. Сәлем. Күләш апай көзін сығырайтып сұрады. Көршіге қонаққа барып жүрсің бе? Жай бақшаға көмектескен едің. Оның даусында біртүрлі мән бар еді. Айдана ештеңе демей үйіне қарай жүріп кетті. Сол кеште ауыл іші әдеттегідей тыныш. Айдана балаларды ұйықтатып ас үйде отырды. Бірақ көңілі біртүрлі мазасыз. Күләш апайдың қарағаны есінен кетпей тұр. Бос нәрсе ғой, деді өзіне. Дегенмен ауылда өсек тез тарайтынын ол жақсы біледі. Телефонға қарады. Ержан тағы хабарласпаған. Айдана терезеге жақындады. Қоршаудың ар жағында Нұрлан ағаның үйінің жарығы жанып тұр. Сол жарыққа қарап тұрып, ол бір нәрсені түсінді. Бүгін ол алғаш рет көршінің үйіне кірді. Ал бұл ауылда адамдардың көзіне тез түсетін нәрсе еді. Келесі күндері Айдана өзін біртүрлі сезіне бастады. Неге екенін өзі де толық түсінбейді. Бірақ көшеге шыққанда кейбір адамдардың оған қарап тұрғанын байқайды. Ауыл шағын ғой.
Біреудің үйіне кім кіріп, кім шыққан бәрі біледі. Сол күні таңертең Айдана балаларды мектепке шығарып салып, дүкенге қарай жүрді. Көшенің бұрышында екі әйел сөйлесіп тұр екен. Айдана жақындағанда, олар әңгімені тоқтатып қалды. «Сәлеметсіздер ме?» деді Айдана. «Сәлем», деп қысқа ғана жауап берді екеуі. Айдана өтіп кеткенде олардың қайта сыбырлап сөйлескенін естігендей болды. Ол ештеңе демеді. Бірақ ішінде бір түрлі сезім пайда болды. Дүкеннен қайтып келе жатқанда тағы да Күләш апай кездесті. Бұл жолы ол өзі тоқтатты. «Айдана, қызым». «Я, апай?» Күләш апай оған жақындап даусын бәсеңдетті. «Бір нәрсе айтайын, ренжіме». Айдананың жүрегі бірден дүрсілдеп кетті. «Не болды?» «Ауыл деген сөз тез тарайды ғой». Айдана үндемей қалды. «Сенің көршіге барып жүргеніңді жұрт айтып жүр». Айдана бір сәт не айтарын білмеді. «Мен жай ғана көмектескен едім. Мен саған жамандық ойлап тұрған жоқпын», деді Күләш апай. «Бірақ адамдар әртүрлі ойлайды». Айдана көзін төмен түсірді. «Күйеуім естіп қалса дұрыс болмайды». Бұл сөз жүрегіне ауыр тиді. «Жоқ, ештеңе жоқ қой. Мен сенемін, бірақ ауыл сенбейді». Айдана үнсіз қалды. Күләш апай басын шайқап кете барды. Үйге келген соң Айдана ұзақ ойланды. Шынында да, ол соңғы кезде Нұрлан ағаның үйіне бірнеше рет барған. Бірақ ешқандай жаман ой болған жоқ. Жай ғана әңгіме. Жалғыздықты бөліскен сияқты. Дегенмен ауыл адамдары оны басқаша қабылдауы мүмкін. Айдана күрсінді. Енді бармаған дұрыс шығар. Бірақ сол күні кешке тағы бір жағдай болды. Кешкісін жел күшейіп аспанды қара бұлт басты. Айдана ауладағы киімдерді жинап жүрген. Сол кезде қоршау жақтан Нұрлан ағаның дауысы шықты. «Айдана!» Ол бұрылып қарады. «Иә аға, көмек керек пе?» «Жоқ, өзім жинап жатырмын». Нұрлан аға біраз қарап тұрды. «Бір түрлі болып тұрсың, не болды?» Айдана бір сәт үндемей қалды. «Алда сөз шығып жатыр». Нұрлан аға қабағын тиді. «Қандай сөз?» «Мен сіздің үйіңізге барып жүр» деп. Ол біраз үнсіз қалды. Сосын жеңіл күліп қойды. «Адамдар айта береді. Бірақ сен оған мән берме». Айдана басын шайқады. «Олай оңай емес». «Неге?» «Ержан естіп қалса». Нұрлан аға ойланып қалды. Сосын жай ғана айтты. «Біз ешқандай жаман нәрсе істеп жүрген жоқпыз». Айдана үндемеді. Бірақ ішінде бәрібір бір қорқыныш бар еді. Сол түні тағы бір күтпеген жағдай болды. Кешкі сағат 10 шамасында Айдананың телефонына қоңырау түсті. Экранда Ержанның аты шықты. Айдана тез көтерді. «Алло, қалайсың?» «Жақсы, өзінше?» «Жұмыс көп». Бір сәт үнсіздік болды. Сосын Ержан кенет сұрады. «Ауылда бәрі дұрыс па?» «Иә, Ешқандай мәселе жоқ па?» Айдана жүрегінің бір сәтке тоқтап қалғанын сезді. «Жоқ, неге?» «Жай сұрадым». Айдана еріксіз терезеге қарады. Қоршаудың ар жағында Нұрлан ағаның үйі көрініп тұр. «Балалар қалай?» деді Ержан. «Жақсы. Жарайды, кейін хабарласам». Телефон өшті. Айдана біраз уақыт орнынан қозғалмай отырды. Оның ойына бір ғана нәрсе келді. Біреу бірдеңе айтып қойған жоқ па? Ал дәл сол уақытта ауылдың бір шетінде Күләш апай басқа көрші әйелге айтып отыр еді. «Кеше тағы көрдім. Айдана Нұрланның үйінен шығып келе жатты. Көктемнің бір кеші еді. Күн бойы аспан бұлттанып тұрды да, кешке қарай жаңбыр құйып кетті. Ауыл көшелер бос, адамдар үйлеріне ерте кіріп алған. Айдана ас үйдің терезесінің алдында тұрды. Терезеге тамшылар тырс-тырс тиіп жатыр. Үйдің іші тыныш. Балалар бөлмесінде сабақ қарап отыр. Айдана қолындағы телефонына тағы бір рет қарады. Ержаннан хабар жоқ. Соңғы қоңыраудан бері 2 күн өтті. Ол да көп сөйлеспеген. Айдана күрсінді. Жұмыс деп сыбырлады. Бір кезде аула жақтан бір дыбыс шыққандай болды. Ол терезеден қарады. Қоршаудың ар жағында Нұрлан ағаның ауласы көрінеді. Жаңбырдың астында ол бірден істеп жүр екен. Айдана біраз қараттырды. Осындай жаңбырда не істеп жүр? Біраздан кейін ол күртешесін киіп сыртқа шықты. Жаңбыр сәл бәсеңдеген. Бірақ жер су. «Аға!» деп дауыстады. Нұрлан аға бұрылып қарады. «Айдана, сен неге шықтың?» «Жаңбырда жүрсіз ғой. Шатырдан су ағып жатыр. Соны қарап жүрмін». Айдана жақындады. «Қиын жұмыс екен. Ескі үй ғой». Бір сәт екеуі жаңбыр астында үнсіз тұрды.
жаңбырдың дыбысы ғана естіледі. Сосын Нұрлан аға айтты: «Үсіп қаласын, үйге кір». Айдана басын шайқады. «Сіз де су болып кетесіз». Ол бір сәт ойланып қалды да: «Жүр, менің үйіме кіріп жылынып ал». Айдана тосылып қалды. Жүрегі біртүрлі соғып кетті. Бірақ жаңбыр күшейіп келе жатты. «Жарайды, аз уақытқа ғана». Нұрлан ағаның үйінің іші жылы, пеш жанып тұр екен. Айдана күртешесін шешіп білді. «Шай қояйын ба?» деді Нұрлан аға. «Қоя беріңіз». Ас үйде тыныштық орнады. Жаңбырдың дыбысы терезеден естіледі. Айдана орындықта отырып, қолын жылытып отыр. Сосын кенет айтты: «Ауылдағы сөздерді естідіңіз бе?» Нұрлан аға бірден түсінді. «Иә, біраз адам айтып жүр. Маған ұят болып жүр». «Неге?» «Білмеймін. Бәрі біртүрлі болып кетті». Нұрлан аға біраз үнсіз қалды. Сосын баяу сөйледі: «Айдана, сен жаман ештеңе істеген жоқсың. Бірақ адамдар әрқашан сөйлейді». Айдана көзін төмен түсірді. «Ержан естіп қалса, ол саған сенеді ғой». Бұл сөзді естігенде Айдананың жүрегі біртүрлі ауырлап кетті. Себебі соңғы кезде күйеуімен арасы салқындап кеткенін өзі де сезіп жүр. «Кейде», деді ол жайғана, «адам өзін өте жалғыз сезінеді екен». Нұрлан аға оған қарап отырды. «Мен түсінемін». Олардың көздері бір сәтке түйісті. Үйдің ішінде тыныштық, тек жаңбырдың дыбысы ғана. Айдана орнынан тұрайын деп еді. Нұрлан аға баяу айтты: «Айдана». Ол бұрылып қарады. «Сен жақсы адамсың». Бұл сөз оның жүрегіне ерекше әсер етті. Соңғы кезде ешкім оған мұндай жылы сөз айтпаған. Айдана бір сәт не істерін білмей тұрды. Ол кету керек екенін түсінді. Бірақ аяқтары қозғалмай тұрғандай. Сол кеште олардың арасындағы шекара бұрынғыдай анық болмай қалды. Түнге қарай жаңбыр тоқтады. Айдана үйіне қайтып келе жатты. Жүрегі қатты соғып тұр. Ол өзіне өзі сыбырлады: «Бұл дұрыс емес». Үйге кіргенде балалар ұйықтап қалған екен. Айдана ас үйге барып отырып қалды. Қолдары әлі де сәл дірілдеп тұр. Ол бір нәрсені анық түсінді. Бүгінгі кештен кейін бәрі бұрынғыдай болмайды. Ал ауылдағы өсек енді тіпті күшейе түседі. Бірақ Айдана ең басты нәрсені әлі білмейтін. Сол кештен кейін көп ұзамай Ержан күтпеген жерден үйіне ертерек оралатын еді. Жаңбырлы кештен кейін бірнеше күн өтті. Ауыл қайтадан бұрынғы тыныш қалпына келгендей болды. Бірақ Айдананың ішінде біртүрлі мазасыздық бар еді. Соңғы күндері ол Нұрлан ағаның үйіне бармауға тырысты. Аулаға шыққанда да қоршау жаққа қарамауға тырысады. Өзіне өзі қайта-қайта айтып жүр: «Бәрі осымен бітті. Енді болмайды». Бірақ ойдан кетпейді. Сол кеш, жаңбыр, айтылған сөздер. Айдана өзін кінәлі сезінеді. Сол күні түстен кейін балалар мектептен ерте келді. «Мама, бүгін сабақ аз болды», деді ұлы қуанып. Айдана күліп: «Онда үй тапсырмасын ерте бітіресіңдер», деді. Үй ішінде әдеттегі тіршілік жүріп жатты. Айдана ас үйде тамақ дайындап тұрған. Сол кезде аулада көліктің дыбысы естілді. Ол таңырқап терезеге қарады. Қақпаның алдында бір көлік тоқтап тұр. Айдана бірден таныды. Бұл Ержанның көлігі. Жүрегі бірден тірсілдеп кетті.